Білім күнін Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университетінің студенттері де атап өтті. Жоғары оқу орнына түскен бұл жастардың арман асқақ. Себебі ел болашағына өз үлесін қосып жүрген Қарағанды техникалық университетіне биыл 70 жыл. Толығырақ тілші бейнематериалында. Білім күні Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университетінің бас ғимараты алдындағы алаң мерекелік сәнмен жалғасын тапты. Студенттер мен қызметкерлер бүгінгі іс-шарада білім күні мен қатар келген білім ордасы мерейтойының басталуының маңыздылығын түсінді. Бүгінгі салтанатты жиынымыз 1 қыркүйек білім күніне арналып отыр. Бұл мереке еліміздің әр азаматқа өте ыстық, өте маңызды. Білім қоғамның дамуы мен өркендеуінің негізгі кілті. Табысты іс-әрекеттің, жаңа қадамдарға бастар өмірдің кілті. Университет 70 жылдық мерейтойы қарсаңында бәсекеге қабілетті мамандар даярлау саласындағы озық жетістіктерін үлгі ете отырып, тағы бір ерекше кезеңге қадам басты. Университеттің жаңа мәртебесі бұл университетіміздің негізін қалаушы, социалистік еңбек ері академик Әбілқас Сағыновтың бүкіл Қазақстанның жоғары білімі мен ғылымын дамытудағы еңбегінің мойындалуы деп санаймыз. 70 жылдық тарихында елімізге қажетті мамандарды даярлау ісінің озық жетістіктері мен заманауи білім беру үлгілерін игерген оқу орны отандық білім беру кеңістігінде жоғары деңгейдегі университеттер қатарында аталады. Мерекелік салтанаттың соңында шараға келген қонақтар экскурсия мен Қарағанды техникалық университеті инновацияларының көрмесіне, ал бірінші курс студенттері алғашқы кураторлық сағаттарға шақырылды. Арман Қазбекұлы, Серік Тоғаев, Данил Заславский, 5-ші арна.